Думан Рамазан алақандағы ойық. Соңғы бөлім. Бай көзін алайтып, сенің міндетің мыналарға күніне 3 мәрте тамақ беріп тұру, ас алдарынан қайтсын. Азық-түлік тауып беру менің мойнымда. Қожайыныңа адал қызмет етпесең, сен де осылардың кебінін киесің деді. Қол-аяғым қалтырап, сөйлеуге шамам келмей, үн-түнсіз басымды изей бердім. Екінші бөлменің есігін ашқанда, ыждахаттылықпен жиналып отырған төсек-орынды көріп, қорқынышым сәл сейілгендей болды. Бай жымысқылана жымиып, бұдан былай сен осында тұрасың, деді де шірене басып өз бөлмесіне кетті. Не керек, уақыт зымырап өтіп жатты. Жапандағы жалғыз үйде түсініксіз тіршілікке де көндіге бастадым. Бірақ күн өткен сайын басымды шырмауықтай шырмаған ауыр ойлармен арпалысып сары уайымға салынатын шығардым. Бірде қожайынымның көзін ала бере тордағы адамдармен тілдестім. Олар да мен секілді жалданамыз деп келгендер екен. Бізді неге осынша күтіп баптайтынын білмейміз. Тек анда-санда арамыздан бір адамды алып кетеді. Қайда кетеді, не істейді, ол жағы бізге беймәлім деді. Міне, тағы бір жұмбақ. Мұнысы несі? Адамды бордақылап қайда апарады? Сататын мал емес. Енді осыны ойлап басым қататын болды. Бір күні таңертең ерте тордағыларға тамақ әкелсем, өзіме етене таныс қияқ мұртты жігіт ағасы жоқ. Қалғандарынан сұрап едім, уәделесіп қойғандай ешкім тіл қатпады. Қайда жібергендерін білмекке қожайынның бөлмесіне келсем, пырылдап ұйықтап жатыр екен. Оятуға батылым бармай дағдарып тұрғанымда ошақтағы үлкен қара қазанға көзім түсті. Бумен қоса шыққан жас еттің иісі сілекей шұбыртады. Жақындап келіп қақпағын ашып қалғанда қазанда көкшіл судың қайнап жатқанын көріп таң-тамаша қалдым. Не нәрсе екен деген оймен қабырғаға сүйеулі тұрған ожауды ала салып араластырып көріп едім. Судың бетіне адамның бас сүйегі қалқып шыға келді. Ожауды жұлып алып көкшіл судан алақаныма тамызып едім, тыз еткізіп ойып түсті. Жаныма қанша батқанымен қыңқ етуге мұрша жоқ. Оянып кетпеді ме екен деп жалт қарасам, қожайыным қаннен-қаперсіз ұйқы құшағында жатыр екен. Ендігі жерде көп ойланудың қауіпті екенін сезіп, ожаудағы суды қожайынның бетіне құйып жібердім. Жан бермек оңай ма? Ол қатты қиналып, әрі-бері аласұра дөңбекшіп жатты. Ожауды лақтыра сарылып, бұрыла бергенімде жақтауда ілулі тұрған бір буда кілтке көзім түсті. Жалма-жан жұлып алып байдың келген бетті-ақ маңына жолама деп көрсеткен 3 құпия есігіне бет алдым. Бірінші бөлмені ашып қалғанда қаз-қатар тізілген чөлмектерді көрдім. Бәрі жаңағындай көкшіл сумен толтырылған. Екіншісін ашқанда өз көзім өзім сенбедім. Бөлме текшелеп қаланған ақшаға сықиып тұр. Қойны-қонышыма сиғанша толтырып алып үшінші есікке келдім. Ашып қалғанда бөлменің нақ төрінде ысылдаған ордалы жыланның ордасында көкпеңбек боп теңкиіп жатқан қияқ мұртты жас жігіт ағасын көріп қорыққанымнан есікті жабуға да мұршам келмей сүріне қабына үйден атып шықтым. Аулада аттар байлаулы тұр екен. Біреуін шешіп алып үстіне қарғып міндім де ауылды бетке алып шаба жөнелдім деп Наурызбек қария әңгімесін аяқтады. Отырған жұрт бұндай да жауыздық болады екен-ау деп жағаларын ұстады. Соңы